Қайырлы күн баршаңызға достар. Біз отбасымызбен осындай табиғат аясына демалысқа келген болатынбыз, және сіздермен осы табиғат аясында демалыста жасаған тауық қанаттарынан, яғни крылышкиден жасаған шашликтің жасалу жолымен және маринаттаумен, дұрыс маринаттау жолдарымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Мінекей осындай әдемі табиғаттың көрінісін сіздермен де бөлісе кеткенді жөн көрдім. Достар, мінекей осындай қып-қызыл әдемі болып шығатын, сочный, яғни сулы болып, әдемі болып шығатын шашликті бірге жасайтын боламыз. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Мына жерде 6 килограмм тауық қанаттары бар. Мен сіздермен осы 6 килограмм тауыққа, яғни тауық қанаттарына жасаған маринадты көрсететін боламын. Мінекей барлығын жақсылап жуып, тазалап бөліп аламыз. Және осы кішігірім қанатынан, осы қанаттың жанындағы мінекей осы кішігірім қанатшалардан ажыратып алатын боламыз. Барлығын толықтай осылай ажыратып бөліп аламыз. Мінекей осылай дайындап алдық барлығын. Мінекей мынау кішігірім осы қанаттары, кіші қанаттары бөліп тастадық. Енді достар, міне үлкен ыдысымызға барлық қанаттарымызды салып, енді үстіне қажетті мөлшерде барлық дәмдеуіштерімізді қосып алатын боламыз. Толық қажетті шаманы осы описание бөліміне қалдыратын боламын. Тұз, қара бұрыш, паприка, міне шашликке арналған кинза, майдаланған, үгітілген осындай кинзаны пайдаландық. Және де қызыл бұрыш. Мінекей қызыл бұрышымызды және де майонез. Міне майонезді де пайдаландық. Кетчупымызды да құйып аламыз оның үстіне. Және оның үстіне суымызды, аздаған суымызды құятын боламыз. Барлығын жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Толықтай барлық жеріне жетуі қажет. Мінекей осылай жақсылап араластырып алған соң, енді оның бетін жауып, кемінде 2 сағаттай холодильникке қалдыратын боламыз. Мінекей достар, 2 сағат көлемінде тұрды. Енді біз алдын ала дайындап қойған шоғымызға, мінекей осындай решеткамызға барлығын жайғастырып аламыз. Енді міне шашликтің палочкілеріне де барлығын 2 қанатты да қатпарластыра, өстіп қадап шығатын боламыз. Мінекей осылай енді алдын ала дайындап қойған шоғымызға қойып пісіріп алатын боламыз. Мінекей бізде уже екінші жағы дайын болып тұр, пісіп, шоқтың үстіне дайын болып жатыр. Міне решеткамыздағы тауық қанаттарында 2 бетін шоққа алмастыра отырып пісіріп аламыз. Мінекей қарап көрсеңіздер, өте сочный болып, сулы болып, өте әдемі маринатталған. Мінекей суы шығып, өте дәмді, өте тәбетті ашатындай болып шықты. Ал достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Келесі жолы осы жерде аулаған балықтармен жасаған тағаммен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.